Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен өте тәтті, ауызда еритін сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаны миксермен, болмаса венчикпен араластырсаңыздар болады. Одан кейін бөлме температурасындағы сары май қоссаңыздар болады, болмаса менікінде ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Мен миксермен шайқап отырам әр қосқан нәрсемді. Сіздер венчикпен араластырсаңыздар да болады. Және айтатын маңызды жайт, осы сгущенканың тірі желание айналайыныкі өте жақсы. Осымен сүтті қыз тортының жаңағы қамыры өте керемет болып шығады. Және сіздерге осыны кеңес етем. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, 2 бөлікке бөліп, осылай миксермен болмаса венчикпен араластырып аламыз. Біздегі жаңағы қамырымыздың несі сұйық болмау керек. Осы меніңкіндей қоюлау болу керек, сонда қамыр әдемі шығады. Егер сіздерде жаңағы сгущенкаларыңыз сұйықтау болып жатса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Сосын тағы айта кететін жайт, менде пергамент қағазы, жақсы жаңағы качестводағы пергамент қағазы, сіздерде кондитерлік дүкеннен алғанда жақсысын алыңыздар. Сонда қамырларыңыз жаңағы жабыспай алынатын болады. Менде 6 корж шықты. Мен қазір барлығын осылай жаңағы форманы алдын ала жаңағы қысып алып, барлығына бірдей форма шығарып, және қамырды 1-2 қасықтан, ас қасықтан салып, 6 жаңағы қамыр шығардым. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180-200 градуста осы видеодағындай етіп пісіріп аламыз. Асты сәл қызарыңқырап тұр, бұл күйген деген мағынаны білдірмейді. Осылай піседі. Және осындай сеткаға суытып алдында, жаңағы осындай кольцоларыңыз болса, осылай ойып алсаңыздар болады. Сонда торттарыңыз біркелкі, ровно болып шығады. Мен осылай 6 коржымды да осылай бірдей қып кесіп алдым, және қамыр осындай болып шығады. Салқын сливкиімізді құйып, оны миксермен жай жылдамдықтан бастап шайқаймыз. Кішкене көпіршіп бастағанда қант ұнтағын илегіштен өткізіп саламыз. Сосын қайттан миксермен шайқайтын боламыз. Мен творожный сырымды қостым, осылай бөліп қосып жатырмын. Және оны да миксермен шайқаймын. Енді жаңағы кремім жаңағы өз несін ұстап тұрғанға дейін миксермен шайқайтын боламын. Бізде кремнің жаңағы несі осындай болу керек, қою болып, жаңағы миксерімізді ұстағанда креміміз ақып кетпейтіндей сондай формада ұстап тұру керек. Егер сондай болып ұстап тұрса, онда біздің креміміз дайын деген сөз. Корждарыңыз толықтай суып болған соң, кремімізді жаңа ыдысымызға сәл ғана жағып,
Одан кейін барып коржымызды саламыз, себебі тортымыз қимылдап кетпес үшін. Кремді мен жақтым. Сіздерде қалаған жаңағы қасықпен, болмаса жаңағы өздеріңізге ыңғайлы кондитерлік құралдармен жағып шықсаңыздар болады. Және мен тортыма жаңағы кальцио деген кальциомен құрайтын боламын. Егер сіздерде кальцио болмаса, осы мен сияқты етіп бастап жаңағы торттарыңызды құрай берсеңіздер болады. Лажы болса кальциомен құраған жөн, себебі торт әдемі бірдей болып шығады. Мінекей мен тортымды корждарын бәрін салып құрап болдым. Енді тоңазытқышқа 1-2 сағатқа крем сіңіп тұру үшін бетін жауып қоятын боламын. Енді вафельный крошка дейді ғой, соны жасайтын боламын. Бізге алдымен жұмыртқаның ағы керек, 2 жұмыртқаның міндетті түрде салқын болу керек ол жұмыртқа. Және илегіштен осылай қант ұнтағын өткізем. Осы миксермен шайқап отырып жасайтын боламын. Сіздерде миксер болмаса, венчикпен шайқасаңыздар болады. Енді бөлме температурасындағы, міндетті түрде бөлме температурасындағы сары майды қосатын боламыз. Сосын илегіштен өткізілген ұнды қосамыз. Бар жоғы осы 4-ақ зат. Тура жаңағы мен жасағанда етіп жасасаңыздар, әдемі болып шығады. Бізде масса осындай болады. Сұйық емес, шлейік қою емес, осы лопатканы бүйтіп жерге сілкігенде түспейтіндей сондай массада болады. Және кондитерлік осындай немен істесеңіздер болады. Болмаса пышақтың қырымен жасасаңыздар да болады. Осылай чұқа етіп жағып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста осы қызарғанша пісіріп аламыз. Мен қазір піскен жаңағы вафельный крошкаларымды салафанға салып қойдым. Және сол салафанда үгіттім. Тортымды алып, енді мен құрайтын боламын. Кальцияны шешіп, жаңағы жоқ жеріне, крем жетпеген шет жақтарына кремді жағып, тегістеп шығам тағы. Және бағанағы езген вафельный крошкаларымды осы шетінен бастап жаңағы жағып шығам. Мен осындай үлкендеу етіп вафельный крошкаларды үгіттім. Кішкене майдарақ етіп үгітсеңіздер де болады. Вафельный крошкамен өте дәмді болады. Егер сіздерде вафельный крошка дүкендерде болатын болса, онда дайынын алып қолдансаңыздар да болады. Және бетіне осындай моншақ тәріздес кондитерлік конфеттерді бетіне сеуіп шықтым. Және тоңазытқышқа 1-2 сағаттан қойып алдым. Енді сіздерге кесіп көрсетейін деп жатырман. Осындай керемет, нәзік, өте тәтті сүтті қыз торты болып шықты. Достар, менің рецептімен жасап көрсеңіздер болады. Мен өзімнің жасаған барлық жаңағы фишка дейді ғой, солармен бөлістім. Және осындай әдемі болып шықты. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Меруерт.